Ассалаумағалейкум YouTube көрермендері, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мини-ферма Оралы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Әсіресе жаңадан қосылған көрермен болсаңыз, лайк басып, комментарий жазып, және де қолдау ретінде колокольчикті басып тіркеле кетіңіз. Енді осы теке сіздерге ұнаған болса, номері осы экран бетінде тұр. Өз егесінен біле аласыздар. Видеом соңына дейін қарап шығыңыздар. Бұдан да керемет ешкілер шығар. Осы таза қанды занин лақтар сатылады 25 000 теңгеден. Номеріне хабарласыңыз. Аз-маз саудасы бар. 3 бас ешкі сатылады, 1,5-2 литр сүті бар. Лақсы сатылады. Түркістан қаласында, бағасы келісімді. Хабарласыңыздар, осы ешкілер сатылады. Өздерінің егесінің номерін қойып қоямын. Номерге хабарласып келсеңіздер болады. Толық адресті, толық мағлұматты өз егесінен біле аласыздар. Мына Зайнский ешкі сатылады. 2 күн болды туғанына. 2 ғашылағы бар. Міне желімдері. Шеше тума. 2 ғашы. Түркістан облысы Сарыағаш қаласында. 110 000 деп тұрмын. Аз-маз саудасы бар. Өте жұмсақ желімдері. Ассалаумағалейкум қораптастар. Ешкі сатылады. Мынау лақтар 6 лақ. Біреу анау тұр. 6 лақ сатылатын. 3 ұрғашы, 3 еркек, марттың 14 туылған. Бұл лақтар Алибабаның балалары. Мына жерде Алибаба. Алибабаның өзі жайылып жүр. Алибабада сатылады. Мынау битал ешкі машка деген. Бұл үйілде туады бұл. Мынау лама деген ешкі аңғыланып, бір желіні масит болды да, бір желімен сауыл батыр, бір желіні. Бір желімен сауылады. Жылда үшлақ туатын ешкі етін бұл. Биыл енді текеге түскен жоқ әлі. Мынау аңғыланып, бұл аңғыланып егіз, мынау ағы, яны қоңыры сауылып тұр. Анау ар жағындағы да аңғыланып. Мынау екеуі сауылып тұр. Бірінші тума 3 лақ туды, 2 ұрғашы, 1 еркек туған. Мынау 1 лақ туған. Мынау битал ешкі. Бұл битал ешкі сауылып тұр, 2 лақ туған, 1 еркек лағы сатылып кетті, 1 ұрғашы бар қазір осы жерде. Ұрғашы лағы бар. Сатылады. 6 ешкі, 5 ешкі болады, 1 шібіш болады, 1 жасар. Сүнген Алибаба 1 теке, 6 лақ, общий 13 бас сатылады. Бағасын 1 300 000 деп жатырмын. Саудасы бар. Тараз қаласында. Тараз қаласы Тараздан 41 километр жерде. Фазендада Алмалы деген санаторияның жанында, 200 метр санаторияның жанында. Асфальт жолы, асфальт Фазендаға дейін. Келіп көрем десеңіздер, келіп көрсеңіздер болады. Ешкі сатылады. Еркек баласымен. Ассалаумағалейкум группа қалайсыздар. Мынау ана мүйізді ақ шібішпен, мынау ортадағы шібішпен әлпей. Екеуі сатылады, мына екеуі. Екеуі де бұлақсы желі деп қалған, желіні көрініп қалған. Ой, желіндері. Желіндері көрініп қалған. Екеуі де бұлақсы. Мынаның анасы мынау, қара оны көк. 2,5-3 литр беріп алыр қазір, дәл қазір сауып алырмыз. Мына биылғы баласы. Мына текеден қашқан.
Mına Piyavok'tan kaçkan sangu, Piyavok Balpi'den. Mına Ostekeden kaçkan. Mına biri mına sebeş. Jelin ana. Jelin koyun kalan. Da kalası top kaladı. Yıllardan basında var. O sekiyor satılar. Mına bergismen ağır müyüzdü. Müyüzdün anası mınav. Bu da gel savul var. Bu da 2,5 litre 3 litre veredim. O sekiyor satılar mı? Bağası 70'ten 140'ta vardım. Legion bir jaydan. Azırak kemi var. Adres Şuvarsu, Şimkent Şuvarsu'da. Sevişte birinci tumallar. Analar biri mınav ak, biri onu. Yekevi 5,5-6 litre berip atır o yekevi. Assalamu alaikum arkadaşlar. Осы Тазағанды Занинский ешкі сатылып, Алматы қаласындағы Галамилк деген фермадан шыққан асыл тұқымды сүтті ешкі фермасына полный дәлелмен шығыс бірінші тума бір ұрғашы лағман, бағасы 110 мың теңге. Сүт түлігі азайынып кешке 2 литр сүті бар. Әке шешесі сүтті линиядан полностью. Алматыда Жұлдыз деген кісінің фермасынан шыққан Галамилк деген. Bir ұрғашылығы лағына 4 күндей болып қалды, 4-5 күндей болды. Бүгін 5-ші күн ұрғашылығы бар. Қараңыздар, жерді.